Есік алдындағы өсіп жатқан қиярларыңыздың жағдайы осындай болып жатқан көбінесе байқаймыз. Есік алдында өсіп жатқан. Оны біреулер айтады, бұны қартайды, жасы келді, осымен бітті деп, бірақ бұл олай емес. Бұның көбісі дәл мынандай мысалы жапырақтардың сарғайғаны бұл нені білдіреді? Бұл өрмекші-кенені білдіреді. Мына жерді қарасақ, өрмекші-кенелердің жүрген көзбен көріне қоймайды. Егер де үлкейтгіш құрал арқылы қарасақ, бұл жерде өрмекші-кене бар екенін байқауға болады. Қазір көрейік мына жерде. Резкіс көрсетемін. Жоқ, көрсетпейді. Яғни осы жағдай болып жатса, сізде ең тиімді жолы күкірт, кәдімгі сера бар ғой, күкірт, С химиялық элемент. Немесе оны алтын күкірт деп жатады кейбір жерлерде, өңірлерде. Соны алып, оны шашсаңыздар, ол аурулармен күресіп қана қоймай, осы кенелерді де өлтіреді. Кенелердің өзін ғана емес, кенелердің жұмыртқаларымен қосып өлтіретін болады. Және бір жағынан сізді